Hello peoples, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып People's Book кітабындағы 120 және 121 беттегі Fast Machines 2, Fast Machines 2-ші тақырыбын өтетін боламыз. Ендеше бірінші орындайтын жаттығуымыз оқушылар Exercise number 15, Listen and repeat the number the pictures. 15-ші жаттығу, тыңда және қайтала. Одан кейін суреттерге номерлерін қой деген. Оқушылар бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай суреттегі жаңа сөздердің атауларын үйреніп, олардың қай суретте тұрғанын жазып қояйық. Бірінші сөз бізде vacuum cleaner. Vacuum cleaner ол бізде шаң сорғыш. Vacuum cleaner шаң сорғыш. Келесі екінші microwave микротолқынды пеш. Келесі hair dryer ол бізде шаш кептіргіш, яғни орысшасы фен. Төртінші digital thermometer ол бізде сандық, яғни цифровой термометр. Келесі calculator ол бізде калькулятор. The next dishwasher ол бізде посуда, яғни ыдыс-аяқ жуатын машина. Келесі жетінші fridge ол бізде әрине тоңазытқыш. Соңғы бізде blender ол бізде blender. The next exercise number 16, answer the questions. 16-шы жаттығу, сұрақтарға жауап бер. Ендеше жоғарысында бірінші сұрақтың басы тұр, яғни жасылмен жазып тұрған which of the things in exercise 15 деп тұр. Яғни қайсы нәрсе 15-ші жаттығуда, арғарай сұрақ. Бірінші сұрақты оқиық. Do you use to add numbers quickly дейді. 15-ші жаттығуда қай нәрсе, яғни сандарды тезірек қосу үшін пайдаланады дейді. Ол бізде әрине оқушылар сандарды қосу үшін біз пайдаланатынымыз калькулятор. Ол бізде calculator. Енді келесі екінші сұраққа жауап берейік. Which of the things in exercise 15 do you use after you wash your hair? 15-ші жаттығудағы қай нәрсе шашымызды, яғни жуып болғаннан кейін пайдаланатын, яғни кептіру үшін пайдаланатын, ол бізде оқушылар фен, яғни шаш кептіргіш, hair dryer деп жазамыз. Келесі үшінші which of the things in exercise 15 do you use when you want to clean the floor? 15-ші жаттығудағы қай нәрсе еденді тазалау үшін, яғни пайдаланатын? Ол бізде әрине оқушылар vacuum cleaner ол бізде шаң сорғыш, яғни еденді үйді тазалау үшін қолданатын. Келесі төртінші which of these things in exercise 15 do you find in a kitchen? 15-ші жаттығуда қай нәрсе ас үйден табылады дейді. Бұл жерге оқушылар microwave, dishwasher, blender and fridge осы төртеуін жазсақ болады, яғни бұлардың барлығы ас үйде кездесетін нәрселері. Келесі бесінші which of the things in exercise 15 can cook food quickly? 15-ші жаттығуда қай нәрсе тамақты тезірек жасайды деген. Ол бізде оқушылар, яғни blender. Кез бізге ертіп, езіп береді, тамақты. Келесі соңғы which of the things in exercise 15 do you use to keep food fresh? 15-ші жаттығудағы қай нәрсе тамақты, яғни сақтап тұрады дейді, яғни свежий қылып, дәл сол қалпында сақтап тұратын нәрсе үшін қолданылатын зат, ол бізде оқушылар fridge, яғни fridge ол бізде тоңазытқыш. Енді оқушылар келесі астындағы 17-ші жаттығуға қарайық. Exercise number 17, which of these machines are important to you? To your mom or to your dad дейді. Ол осы машиналардан қайсысы сен үшін маңызды дейді, ең маңыздысы.
және де анаңызға және де әкеңізге дейді. Өздеріңіз жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, калькулятор мен үшін маңызды дейді жазатын болсақ, calculator is important to me. Және де келесі анаңызға қайсы нәрсе маңызды? Мысалы, dishwasher and vacuum cleaner, яғни екеуін жазсаңыздар болады. Dishwasher and vacuum cleaner is important to my mom. And және әкеңізге қандай нәрсе маңызды? Мысалы, microwave is important to my dad. Микротолқынды пеш әкем үшін маңызды деп осылай жауап беріп жазсаңыздар болады. Келесі бізде енді оқушылар study spot, бұл жерде түсіндірме жұмысы, яғни ереже десек болады. Бірінші сөйлемді оқиық. The boy has got a tablet дейді. Мына балада, яғни таблет ол бізде планшет бар деген. Has got не бар екені айтып тұр. The young boy has got a new tablet дейді. Бұл жерде жасымен белгіленген сөз. Young деген ол бізде жас дегенді білдіреді. Яғни жас адамды айтқан кезде мына жас балада яғни не бар дейді? New tablet, бізде жаңа деген сөз. Жаңа планшет бар деген. Келесі, the young boy has got a fantastic new tablet дейді. Мына жас балада фантастикалық, яғни керемет жаңа планшет бар деген сөйлем шығып тұр. Яғни жасылмен белгіленген сөздердің аудармасын білдік. Яғни young бізде жас деген, fantastic фантастический, фантастикалық деп аударамыз. New ол бізде жаңа деген. The next exercise number 18, read and write. 18 жаттығу, оқы және жаз. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандай жоғарысында бөлініп тұр. Соларды біз қайсысы қандай нәрсе екенін тауып жазуымыз қажет. Мысалы, opinion, size, age, color, material деп қойған. Бұл нәрселердің неге жататын, яғни пішін ба, жас па, түс па, материалдық нәрсе ме, соларды біз жазуымыз қажет. Мысалы, біріншісінде beautiful, opinionға жатады. Келесі екінші small, бізде ол кішкентай деген, яғни ол бізде size болады. Яғни size бізде өлшем. Келесі үшінші metal, бізде material, яғни материалдық нәрсе. Төртінші old, ескі, яғни жасын айтып тұр. Ескі, яғни қарт дегенді білдіреді. Age болған, age деп жазамыз. Бесінші fantastic. Fantastic ол бізде opinion болады. Алтыншы new, жаңа. Бұған біз оқушылар age деп жазамыз. Келесі жетінші plastic. Оған M әрпін жазамыз, яғни material. Сегізінші green ол бізде жасыл түс, color. Тоғызыншы little, кішкентай, ол бізде size болады, яғни өлшем. Exercise number 19, complete the sentence with the words from exercise 18. Сөйлемдерді 18 жаттығуда сөздерге қарап толықтыр деген. Бірінші оқушылар сөйлемнің астына жазып тұр, көкпен ол бізде opinion және age деп. Яғни біз жаңа толықтырдық қой, сол қайсына opinion, қайсына age қойдық. Осы жерге келетін сөзді жазуымыз қажет. Бірінші сөйлемге қояйық. Енді ендеше оқушылар, my parents gave me a fantastic болады бұл жерге. Ал age-ге new деп жазамыз. A fantastic new smartphone for my birthday. Менің ата-анам маған туған күніме фантастикалық жаңа смартфон, яғни телефон сыйлады деген. Берді деген. My parents gave me a fantastic new smartphone for my birthday. Келесі екінші сөйлемді қойық. A microwave is usually a, бұл жерге size, көлемін жазамыз және материалын жазамыз. Small metal деп жазсақ болады бұл жерге. A microwave is usually a small metal machine that helps us cook food faster. Келесі үшінші, when I'm sick, mom checks my temperature with a little plastic digital thermometer болады. Яғни мен ауырған кезде анам менің температурамды кішкентай пластикалық, яғни пластиктан жасалынған сандық термометрмен тексереді дейді. Төртінші, Әсел used an, немесе an, age, color, яғни жасын немесе және түсін жазамыз. Яғни қандай екенін жасы деген бұл жерде оқушылар, яғни жаңа ма немесе ескі ма нәрсенің және түсін. Әсел used an old
green calculator to do her homework деп жазамыз. Яғни әсел ескі жасыл түсті калькуляторды қолданады дейді. Қай кезде қолданады? Яғни өзінің үй жұмысын орындайтын кезде жасыл түсті калькуляторын, ескі жасыл түсті калькуляторын қолданады дейді. An old green calculator деп жазамыз. Exercise number 20 play the adjectives game дейді. Оқушылар бұл жерде ойын, яғни мектепте ойнайтын апайларыңызбен, яғни бұл жерде adjectives сын есімді айтып, оның қандай екен жауап береміз, яғни бұл бізде opinionға жатады деп, немесе материалдық нәрселерді айтсаңыз, мысалы plastic деп айтса, ол бізде material деп жауап беру керек оқушы. Бұл бізде оқушылар жазбаша тапсырма емес, сіздерге түсінікті болсын деп айтып кетті. Осымен сабағымыз аяқталды. Goodbye, students.